Всем привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Мадина, и сегодня мы будем говорить о слове good, чем можно заменить слово good. Осы қыз не орысша сөйлейді ма, не қазақша сөйлейді ма түсінбеймін деп айтпаңыздар. Себебі өмірде де өзім біресе қазақша, біресе орысша сөйлейтін адаммын. Главное, сіздерге түсінікті болса болды. Ал кеттік. Okay, good. Ағылшын тілін үйреніп жүрген адамдармен түсінетін шығар. Good сөзін негізі біз өте көп қолданамыз. The weather is good, I'm good, this is good, the book is good деген сияқты good үнемі. Ал good'ті алмастыратын негізі 9 сөз бар. Соны бүгін өтеміз. Және бірінші сөз ол great. Great деген good сөзінің синонимі және оның мағынасы күшті. Мысалы, this is great. Great! Екінші, terrific. Terrific деген мағынасы керемет, тамаша, орысша айтқанда негізі потрясающий. For example, the video was terrific. Видео керемет болды. Terrific. You look very terrific. Ал видео шынымен де керемет болса, онда лайк басуды ұмытпаңыздар. I fucking love you too. Үшінші сөз splendid. Splendid'тің аудармасы блестящий, отличный деген сияқты. Мысалы, оны көйлекке қолданса болады. Your dress is splendid. Сенің көйлегің қандай керемет. He's such a splendid fighter. Төртінші сөз excellent. Excellent деген негізі мысалы мектеп оқып жүрген балалар біледі. Excellent деген 5 деген сөз, иә? Яғни жарайсың, күшті деген сөз. Сол сияқты Мадияр! Your speech is excellent. Really excellent. Сөз brilliant. Brilliant деген сияқты. Brilliant. Бұның да мағынасы потрясающий, замечательный. Барлығы бұл good сөзінің синонимдері. Сондықтан, for example, your work was brilliant. Сенің жұмысың тамаша болды. You get another brilliant idea. Алтыншы сөз wonderful. Замечательный. For example, your intonation is wonderful. Сенің интонацияң керемет екен. Удивительный. Wonderful woman. Келесі сөз superb. Қазақ тілінде де негізі біз жақсы деп айта бермейміз. Тема екен, мықты екен, күшті екен деп айтамыз ғой. Сол сияқты superb. Superb. Сегізінші сөз adorable. Adorable деген великолепный, восхитительный деген сөз. Мысалы, oh my god, your dog is adorable. О боже, сенің итің сондай күшті, керемет. Funny. I think I'm adorable. Және ең соңғы сөз admirable. Admirable деген тоже великолепный. For example, your dress is admirable. It's admirable. Міне дәл осылай good сөзін 9 сөзбен алмастыруға болады. Келесі эссе жазған кезде немесе біреумен сөйлескен кезде good сөзін қолданатын алдында осы видеоны есіңізге түсіріңіз да, қандай сөздер болып еді, 9 сөз болып еді ғой, қайсы есімде қалды деп біреуін ойлап естеріңізге түсіріңіздер, жарайды ма? Great, terrific, admirable, adorable деп өзім қалған ба? Сіздермен бірге болған Мисс Мадина. Келесі кездескенше, егер сіздерге видео ұнаса, міндетті түрде лайк басуды және тіркелуді ұмытпаңыздар.